Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге әйгілі макарон деп аталатын десертті кәдімгі үйдегі қол миксерімен, жай ғана кәдімгі әсел пеш сияқты пеште қалай дайындауға болатынын көрсетемін. Үй жағдайында бұл жерде фисташковый түрі. Бұл десерт қымбат болғандықтан жасалуы да оңай емес, сол үшін көбісі дайындауға қорқады. Мен сіздерге бүгін ең оңай жолын көрсетемін. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен ортасындағы крем сияқты дайындаймыз. Ол ганаш деп аталады. Ол үшін бізге 150 грамм сливки керек. Кілегей, проценті 30-33-35%. Және де 200 грамм ақ шоколад. Бұл жерде қымбат бельгийский шоколад алсаңыздар да болады. Мен магазиндегі обычный ақ шоколадты пайдаландым. Микроволновкада 30 секундтай ысытып аламыз. Шоколад осылай астына түскен кезде шығарамыз. Және де оған 10 грамм сары май салып, блендермен езіп аламыз. Енді бүгін біздің дайындайтын макарон фисташковый дәм болғандықтан осындай фисташковая паста қосамыз 30 грамм. Және тағы да блендермен жақсылап бір келкі масса болғанша жақсылап езіп аламыз. Енді осы дайын болған массамызды осындай кондитерлік қапшыққа салып, және де осы біздің ганашымыз минимум 6 немесе 8 сағаттай холодильникте тұру керек. Немесе кешке дайындап бір түн холодильникке қойсаңыздар да болады. Ол кәдімгідей өзі қоюланып күшті крем болады. Енді макаронның крышкаларын дайындаймыз. Ол үшін бүгін біз қол миксерімен жасайтын болғандықтан бізге осындай жіңішке ұзын ыдыс керек болады. Андай жалпақ табақ сияқты шараларда жасай алмайсыз. Ол ыдысқа 55 грамм белок, жұмыртқаның ақуызы, және де осындай жарты шай қасық бізге сухой белок керек. Бұл альбумин деп аталады, кондитерлік дүкендерде сатылады. Жарты шай қасық саламыз, және де 5 грамм қант, және шым-шым кішкене тұз салып. Бұл біздің ақуызымызды әзірше қойып қоямыз. Оған дейін макаронаж дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 грамм миндальная мука керек. Міндетті түрде миндальная мука. Басқа кәдімгі бидайдың ұны келмейді. Оған 150 грамм қант ұнтағын, сахарная пудра салып, араластырып аламыз. Ортасын кішкене ашамыз. Сол жерге 55 грамм ақуызды, яғни белокты салып, 4 тамшыдай жасыл краситель қосамыз. Өйткені бізде фисташковый вкус болғасын, жасыл түс болғанын қаладым. Енді осы біздің белокпен әдемі біздің жасылдың пигментін шығарып, осылай кішкене араластырып аламыз, жасыл түс шыққанша. Бұл бізде макаронаждың кәдімгі базовый түрі. Бұл жерде түстерін ауыстырып, кез келген түрін жасауға болады. Красителін ауыстырсаңыз жеткілікті. Және де осының барлығын жақсылап, бір келкі масса жасап, араластырып, дайындап қоямыз. Бұл макаронаж деп аталады. Енді пешке қоятын осындай темір ыдысқа 150 грамм қант, оған 40 грамм су құямыз. Судың температурасы маңызды емес. Енді осы ыдысымызды отқа қоямыз. Және де бізге осындай термометр керек болады. Бұл қатты қымбат емес, бір алып қойсаңыз өзіңізге пайдасы тиеді. Және осы біздің қант пен суды араластыра отырып, термометр градусын көрсетеді. 118 градус болғанша дейін біз осы суымызды қайнатамыз. Шамамен термометр 100 градустан асқан кезде біздің бағана дайындап қойған белогымызды, ең бірінші дайындап қойған, соны араластырып бастаймыз. Мен мына жерде ыдысым кішірек болып қалды, сол үшін дәл осындай ұзын жіңішке ыдыстың басқа үлкенірек түріне ауыстырдым. Және де орташа жылдамдықпен біздің ақуызымызды араластыра бастаймыз. Жай ғана шамалы осындай ағарғанша, көпіргенше араластырып қоямыз. Сол кезде біздің жаңағы суымыз 118 градусқа дейін қайнайды. Қант пен су араласып, осындай сироп пайда болады. 118 градус болғанда оттан алып, бірден біздің араластырып тұрған белоктың үстіне құямыз. Енді толығымен өз массасын ұстайтын қоп қою кәдімгі меренга болғанша жақсылап
араластырамыз. Міне осындай біздің меренгамыз дайын болды. Енді біздің дайын тұрған макаронаждың үстіне шамалы меренгадан салып, жоғарыдан төменге қарай осылай араластырып, макаронажды кішкене жұмсартып аламыз. Содан кейін қалған ақуыздың барлығын салып, осындай бір тегіс, бір келкі масса жасаймыз. Бұл біздің крышкалардың қамыры десек те болады, дайын. Енді осындай кондитерлік қапшыққа осындай одноразовый қолданған дұрыс, себебі силиконовый қапшықтарда ол басқа затқа қолданғандықтан іші кішкене майлы болуы мүмкін. Осындай біздің насадкамызды салып, басы дөңгелек, бас жағын бұрап қоямыз. Сол кезде сіздің қамырыңыз ағып кетпейді, және де ішін осылай толтырып барлығын салып аламыз. Міне осындай біздің қамырымыз басынан ағып кетпейді. Осылай бас жағына қарай кішкене жинап қоямыз. Ал енді біздің макарондарды салатын кезде осындай пештің противень теріс айналдырып қоямыз. Сол кезде теп-тегіс болып тұрады. Және де міндетті түрде тефлоновый коврик немесе макаронға арналған специальный ковриктар болады. Соны пайдаланамыз. Пергаментная бумага мүлдем келмейді. Енді біздің кондитерлік қапшықты жоғарыдан төмен тіп-тіке ұстап тұрып, осындай араларын алыс-алыс қалдырыңыз. Мен кішкене жақын қылып жібердім. Олар бір-біріне қатты жақын болып жайылып кетеді. Алыс-алыс қыламыз және осылай аз-аздан дөңгелектеріңізді келтіресіздер. Сосын осылай бөлме температурасына жарты сағаттай қоямыз. Беті кепкен кезде қолыңызға жабыспайтындай болып 150 градус қызып тұрған пеште 15 минут пісіріп аламыз. 15 минутта біздің крышкаларымыз дайын. Осылай противеньнен түсіріп, толығымен суытамыз. Ыстық кезінде мүлдем алмаймыз. Толығымен жақсылап бөлме температурасында тұрып суы керек. Біреуін шетіндегі осылай суығаннан кейін өте оңай алынады. Біреуін ортасын көрсетейік. Міне осындай болып ортасы күшті болып пісті. Енді біздің ковриктан макарондардың барлығын түсіре берсеңіз болады. Қорықсаңыз, бұлай теріс айналдыруға бір-бір деп қолмен аккуратно алуға болады, немесе осылай теріс айналдырып, бетіндегі пергамент қағазын, тефлоновый коврикті осылай тартатын болсаңыз, оңай барлығы түседі. Мен бұларды бірден жинамаймын, осылай бір-біріне формасын, размерін келтіріп, макарондарды осылай дөңгелектерін келтіріп қоямын, крышкаларын, және де контейнерге салып қоямын. Келесі күнге дейін бағана жасалған ганаш келесі күні күшті болып қою болып тұрады. Сол кезде ғана жинаймын. Міне біздің холодильникте бір күн бойы ганаш тұрды, және контейнердің ішінде біздің крышкаларымыз да тұрды. Одан кейін барып осылай ортасына жақсылап саламыз. Молынан өте дәмді болады. Кремі де қою болып, бағана сұйық крем осындай әдемі болып қоюланады. Ортасына тесігіне фисташканы үгітіп салсаңыз да болады. Егер басқа вкус жасасаңыз, мысалы смородина, ол кезде ортасына смородина салуға болады. Түрлі етіп түрлендіруге болады. Үстіп, екі крышкасын бір-біріне қатты баспай біріктіреміз. Осымен біздің макарондарымыз дайын, және де осылай жинағаннан кейін біздің ганаш қою болып тұр ғой, ол бірден біздің крышкаларға сіңіп кетпейді. Сол үшін холодильникке сразу салмаймыз, контейнерге салып, кішкене бірнеше сағаттай бөлме температурасына қойып қоямыз. Содан кейін барып холодильникке саламыз. Сол кезде ол жаңағы бөлме температурасында тұрып ганаштар сіңеді, және де осындай керемет макарондар дайын болады. Жасап көріңіздер, қорықпаңыздар.